Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін карамельді соус дайындаймын. Қою, созылмалы, өте дәмді карамельді кремдерге, начинкаларға немесе кез келген басқа десерттерге қосуға болады. Маңызды нюанстарын ескеретін болсаңыз, жасауы өте оңай. Менімен бірге болыңыздар. Бастамас бұрын менің каналыма жазылып қойыңыз. Және де колокольчикті басыңыз. Апта сайын жүктелген жаңа видеолардан хабардар болып отырасыз. Қызып тұрған табаға қантты салып, орташа отта ерітемін. Мүмкіндігінше табаны қалың ыдыс алғаныңыз жөн, ол қанттың тез күйіп кетуін болдыртпайды. Негізі карамель жасау ұқыптылық пен сабырлықты қажет етеді. Неге десеңіздер, жанынан ажырауға болмайды, мұқият қарап тұру керек, және де қант шетінен ажырамағанша оны араластыруға болмайды. Яғни табаны еріп, табадан шеттері ажырай бастағанда видеода көрсетілгендегідей тек ортасынан қантты силиконды күрекшемен немесе ағаш қасықпен араластырасыз. Карамельмен жұмыс жасау барысында өте мұқият болыңыздар, себебі қант ерігенде температурасы 100 градустан жоғарыға көтеріледі. Сондықтан өте абайлап, сабы ұзын қасықпен қозғап отыруға тырысыңыздар. Құрамдардың нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағында қалдырамын. Қанттар бір қалыпты ерігеннен кейін, түсі осылай янтарный болғаннан кейін осы моментті жіберіп алмаңыз. Көп ұстасаңыз қант күйіп кетуі мүмкін. Бөлме температурасындағы сары майды саламын. Сары майды салғаннан кейін ол бұрқырап қайнай бастайды. Одан қорықпаңыз, ол солай болуы қажет, тек абай болыңыз. Тоқтамай араластырамын. Осы уақытта менің сливкиім басқа плитада ең төменгі отта ысып дайын тұр. Оны микроволновкада да ысытуға болады, тек қайнатуға дейін жеткізбеңіз. Ыстық сливкиді карамельге салып араластырамын. Менде уақыт тығыз болғандықтан бәрін бірден құя салдым, сіз олай жасамаңыз. Аз-аздан құйып араластырып отырыңыз. Екеуі бір-бірімен жақсылап араласқаннан кейін оттан аламын. Осы жерде жарты шай қасық тұз қосып жібергенді ұнатамын. Солай жасамасаңыз да болады. Карамель өзі өте қатты тәтті болғандықтан тұз бір баланс беріп тұрады. Ыстығы кеткеннен кейін басқа ыдысқа құямын. Осы ыдыста бір ай шамасында сақтай берсеңіз болады. Және де есіңізде болсын, карамель суығаннан кейін оның консистенциясы қоюлана түседі. Осымен карамель дайын. Каналыма қолдау көрсету үшін міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды күтемін. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.